Түркістан облысының тұрғыны әлеуметтік желідегі парақшасына экстремистік материалды сақтап таратқан. Дін мәселелерін зерттеу орталығы мазмұны күмәнді дүниеге сараптама жасады. Дауға тамыздық болған материалдар діни алауыздықты қоздыруға бағытталған деген қорытынды шықты. Бұл факті бойынша облыстық экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасы әкімшілік іс қозғап, әлгі азаматқа айыппұл салынды. Жалпы, жыл басынан бері Түркістан облысында экстремистік материал таратқан 9 адам жауапқа тартылыпты. Аталған азамат өзінің жеке ВКонтакте әлеуметтік парақшасында Қазақстанда, яғни елімізде тыйым салынған уағызшы Ділмұрат Махамбетовтың уағыздарын бөліскені, жүктегені, таратқаны үшін Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 453 бабы 2 тармағы бойынша айыпты деп табылып, 20 айлық есеп көрсеткіші бойынша айыппұл төлеген.